Бір секундқа тоқташы, ойланып көрші, неліктен сенің өміріңде бірдей жағдайлар қайта-қайта қайталана береді? Неліктен есімдері әртүрлі, бірақ мінез-құлықтары бірдей адамдар сенің өміріңде пайда болады? Неліктен сен өзіңе бір нәрсені өзгерту туралы 100 рет уәде бердің, бірақ ештеңе өзгермеді? Өйткені сен сөздерді өзгерттің, бірақ іштегі күйді өзгерткен жоқсың. Бүгін біз Джо Диспенза қазіргі нейроғылымның ең маңызды жаңалығы деп атайтын нәрсе туралы сөйлесеміз. Айналаңдағы әлем бұл сенің ішкі күйіңнің айнасы, және сен іштей тынышталған кезде өмір өздігінен өзгере бастайды. Бірақ алдымен маған айтшы, дәл қазір сен мынаны көріп отырғанда сен тынышсың ба? Әлде ішіңде үнемі фондық шу бар ма? Сен үйреніп кеткендіктен қазір байқамайтын үрей ме? Бір жерге жүгіру керек, бір нәрсеге үлгеру керек, бір нәрсені дәлелдеу керек деген сезім бе? Егер осы сұрақтардың ең болмаса біреуі сен туралы болса, бұл видео сен үшін. Бастау үшін мен саған қуатты аффирмациялардың тізімін беремін. Әрқайсысын баяу оқы, ойланба, сезін. Мен дәл қазір қауіпсіздіктемін. Менің денем босаңсуда, және өмір мені өзіме жақсы болатын жерге алып бара жатыр. Мен енді өмірмен күреспеймін. Мен процеске сенемін және жақсылықтың енуіне рұқсат етемін. Менің тыныштығым бұл менің күшім. Ішім неғұрлым тыныш болса, мен жолды соғұрлым анық көремін. Мен өткенді жіберемін. Мен оны ары қарай тасуға міндетті емеспін. Әрбір сәт жаңа бастау. Мен өзім қандай болсам, сондай күйімде жеткіліктімін. Мен дәлелдемеймін. Мен жай ғана өмір сүремін. Ішіңде бір нәрсені қозғаған аффирмация сенікі. Оны комментарийге жаз және оны тағы бір рет терең сезін. Джо Диспенза қарапайым және сонымен бірге таң қалдыратын нәрсені айтады. Біздің ойларымыз бен реакцияларымыздың 95% бұл балалық шақта жазылған автоматты бағдарламалар. Сен ойланып жатырмын деп ойлайсың, бірақ іс жүзінде сен қайталап жатырсың. Сенің миың бұл әдеттердің биологиялық машинасы. Әрқашан сен бір ойды ойлаған сайын нейрондар арасында жол салынады. Алдымен соқпақ, кейін жол, содан кейін тас жол. Міне сен онымен автоматты түрде тіпті байқамай жүріп келесің. Таңертеңнен бастап сезінетін үрей бұл сен емессің. Бұл жасы бәлкім 10, бәлкім 20-дағы нейрондық маршрут. Жақындарыңа деген ашулану реакциясы бұл сен емессің. Бұл сен ойланып үлгергенге дейін жұмыс істеп кететін шартты рефлекс. Және ең бастысы, сенің денең созылмалы күйзеліс, яғни стресс режимінде жұмыс істеп тұрғанда, ол сөзбе-сөз жаңа ештеңені қабылдай алмайды. Сенің жасушаларың жансақтаумен айналысады. Саған өсу де, өзгеріс те, махаббат та керек емес болып қалады. Қауіп төнбесе де сен қауіп-қатер режиміндесің. Джо Диспенза мұны өткен шақта өмір сүру деп атайды. Бұл кезде дене мен ақыл-ой ескі эмоцияларда тұрып қалып, оларды болашақтың сигналы ретінде қайталайды. Адамдар тыныштық деген сөзді естігенде, олар жиі пассивті бір нәрсе туралы ойлайды. Босаңсу, ештеңе істемеу, әлемнен оқшаулану, бірақ Диспенза керісінше нәрсені айтады. Ішкі тыныштық бұл әрекеттің жоқтығы емес, бұл өмір сүрудің басқа сапасы. Бұл сен реакция білдіруді тоқтатып, өмірдегі өзгерістерді бастайтын күй. Сен іштей тыныш болғанда, сенің жүйке жүйең парасимпатикалық режимге өтеді. Дене қалпына келе бастайды, иммунитет жұмыс істейді, гормондар тепе-теңдікте болады, ойлау анық болады және бұл ең негізгісі. Сен бұрын үреймен тым бос болмағандықтан, саған жабық болған мүмкіндіктерді байқай бастайсың. Мынандай эксперимент бар. Диспенза адамдардан бірнеше апта бойы медитация жасауды және жүректің когеренттілігі күйін, яғни жүрек пен ми үндескен, синхрондалған күйді жаттықтыруды сұрады. Сонда не болды? Адамдар кездейсоқ сәйкестіктер, күтпеген кездесулер, кенеттен пайда болған мүмкіндіктер туралы айта бастады. Кездейсоқтық па? Жоқ, бұл бапталу. Сен басқа жиілікте дірілдей, яғни вибрациялай бастайсың және саған басқа нәрсе тартыла бастайды. Бұл мистика емес, бұл нейробиология. Сенің зейін өрісің кеңейгенде, сен шу мен күйзелістің кесірінен бұрын қолжетімсіз болған, бірақ әрқашан қасыңда болған нәрселерді көре бастайсың. Ең оғаш және сонымен бірге ең практикалық жаңалық туралы сөйлесейік. Диспенза былай дейді.
Айналаңдағы адамдар бұл сенің жалғасың. Метафоралық мағынада емес, сөзбе сөз. Сен белгілі бір күйді таратасың, трансляциялайсың, ал айналаңдағылар соған жауап береді. Сен байқадың ба, бөлмеге жақсы көңіл күймен кіресің және әңгіме өздігінен жақсара түседі. Немесе керісінше, сен үрейдесің, қорқып тұрсың, ал айналаңдағы адамдар өздерін қысылып, ашулы, жабық ұстай бастайды. Біз әлеуметтік тіршілік иесіміз. Біздің жеке жүйеміз үнемі өзгелердің күйін оқиды. Және біз сөздерге емес, іс-әрекеттерге емес, дәл ішкі күйге жауап береміз. Дәл сондықтан үрей үстіндегі адам сөйлесуге тырысады, бірақ ештеңе шықпайды. Ал тыныштықтағы адам кейде жай ғана үндемейді және бәрі өздігінен шешіледі. Өйткені оның күйі бұл қазірдің өзінде сигнал. Дәл осы нәрсе ғаламмен де, мүмкіндіктермен де, жағдайлармен де жұмыс жасайды. Сен қорқынышта, тапшылықта, қысылуда болғанда сен жаңа нәрсеге сөзбе-сөз жабықсың. Сен қауіп-қатерді көресің, сен жансақтаудан әрекет етесің және өмір саған дәл осыны әкеледі. Көбірек қауіп, көбірек күрес, көбірек стресс. Сен тыныштықта, ішкі толықтықта, жеткілікті болған кезде, қабылдауда болғанда сен ашықсың, сен есіктерді көресің және өмір басқаша жауап бере бастайды. Жақсы дейсің сен. Әдемі естіледі, бірақ мұны іс жүзінде қалай жасау керек? Әсіресе ипотека, кредит, күрделі қарым-қатынастар, шаршау және үйіліп қалған жабылмаған шаруалар болғанда. Диспенза жауап береді, кішкентай нәрседен баста. Күніне бір сәттен баста. Өйткені дәл осы бір сәтте бүкіл өзгеріс өмір сүреді. Бірінші қадам өзіңді реакция сәтінде ұстап алу. Бірінші және бәлкім ең маңызды қадам бұл реакция сені толық билеп алғанға дейін оны байқап үйрену. Кейін емес, сен артық сөз айтып қойғанда немесе үрейлі спиральға кіріп кеткенде емес, ол жаңа ғана басталған сәтте. Диспенза мұны автоматизмді бұзу деп атайды. Сен өмір сүріп жатырсың және кенеттен бір нәрсе болды. Немесе болады. Жағымсыз хабарлама, ашулы дауыс, үрейлі ой және секундтың ішінде дене реакция білдіріп үлгереді. Кеуде қысылады, пульс жиілейді, ойлар алға ұмтылады. Бұл баяғы ескі бағдарлама. Бірақ егер сен бұл сәтті байқап үлгерсең, сен енді автомат емессің, сен бақылаушысың. Ал диспенза бойынша бақылаушы бұл кванттық секірістің бастауы. Өйткені саналық бар жерде автоматты сценарий болмайды. Тәжірибе өте қарапайым. Күн бойы өзіңе іштей сұрақ қой. Мен қазір денемде не сезініп тұрмын? Не ойлап тұрмын емес, дәл не сезініп тұрмын? Денеңді сканерле. Иықтарда қысылу бар ма? Тістерің қысылған ба? Кеудең қысылды ма? Тынысың тарылды ма? Дене әрқашан бірінші болып айтады, біз жай ғана тыңдамаймыз. Екінші қадам денеге басқа күйді әдейі беру. Жағдайлардың өзгеруін күтпеу және содан кейін ғана өзіңді жақсы сезінбеу. Бұл қақпан. Диспенза мұны салдардан өмір сүру деп атайды. Сен өзіңе басқаша сезінуге рұқсат беру үшін сырттан сигнал күтесің, бірақ сигнал іштен сыртқа қарай жүруі керек. Бұл медитация болуы мүмкін. Диспенза оны күн сайын таңертең өзі жасайды және оны миды қайта бағдарламалаудың ең жақсы құралы деп атайды. Медитация кезінде аналитикалық ойлау аймағы, префронталды қыртыстың белсенділігі төмендейді және сен подсознанияның, яғни түп сананың тереңірек қабаттарына қол жеткізесің. Дәл сонда сенің бағдарламаларың өмір сүреді және дәл сонда оларды өзгертуге болады. Бірақ медитация жалғыз жол емес. Кейде 3 рет тыныс алуға тоқтап, баяу, ұзақ дем шығару жеткілікті. Ол дем алудан ұзағырақ болуы керек. Бұл жүйке жүйесін симпатикалық режимнен парасимпатикалық режимге бірден ауыстырады. Сөзбе-сөз 60 секундтың ішінде сенің гормондарың өзгере бастайды. Немесе естеліктерді қолдануға болады. Өміріңдегі өзіңді шынымен жақсы, қауіпсіз, қуанышты, тіріс сезінген сәтті есіңе түсір. Жай ғана есіңе түсіріп қоймай, соған қайтадан ен. Иісті, жарықты, ауа температурасын сезін. Дене естелікті шынайы өмірден ажыратпайды. Ол бейнеге нақты оқиға сияқты жауап береді және дәл сонда химиялық заттарды бөледі. Үшінші қадам болашақты қазіргі шақ сияқты сезіну. Бұл ең қиын және ең қуатты қадам. Диспенза былай дейді. Ми шынайы өмірде болып жатқан нәрсемен, сенің денеңдегі толық сезіммен анық елестеткен нәрсенің айырмашылығын білмейді. Дәл сондықтан визуализация жұмыс істейді.
Бірақ тек сен суретті жай ғана көріп қоймай, оны бүкіл денеңмен сезінгенде ғана. Өзіңнен сұрашы, мен қалаған нәрсе орындалып қойғанда, мен өзімді қалай сезінемін? Ол қашан орындалады екен емес, орындалып қойған сияқты. Осы сезімге ен, физикалық әлемде әлі жоқ, бірақ сенің ішіңде бастан кешіру, сезіну ретінде өмір сүріп жатқан нәрсеге ризашылық білдіру. Диспенза мұны уақытсыз уақытта болу деп атайды. Сен өзің мен қалауыңның арасындағы алшақтықты жоясың. Сонда сенің денең, сенің ойларың, сенің әрекеттерің, сенің жаңа нұсқаңа қарай түзеле бастайды. Қорқыныштан реакция білдіретін емес, махаббаттан өзгеріс жасайтын нұсқаңа. 4-ші қадам қайталау жаңа әдет ретінде. Бір рет жеткілікті емес, ми механикалық емес, саналы қайталау арқылы өзгереді. Әрқашан сен ескі реакцияны байқап, басқа күйді таңдаған сайын сен жаңа нейрондық жолды саласың. Алдымен бұл күш-жігерді талап етеді, кейін азырақ, ал кейін бұл жай ғана сен. Диспенза мұны бұлшықетті жаттықтырумен салыстырады. Сен залға бір рет барғаннан кейін күшті болып кетпейсің, бірақ егер сен жүйелі түрде барсаң, бұлшықет өседі, күйде дәл солай. Сен күніне бір рет әдейі таңдайтын тыныштық, бір айдан кейін сенің фондық режиміңе айналады. Және дәл осы жерде аффирмациялар жай ғана сөз болуды тоқтатады. Денедегі сезіммен айтылған фраза бұл зәкір. Ол күйді іске қосады және уақыт өте келе сөздің өзі сені күйзеліс режимінен қатысу, осы шақта болу режиміне ауыстыру үшін жеткілікті болады. Біз ең маңыздысына жеттік. Бүгін біз айтқанның бәрін диспенза қайта-қайта қайталайтын бір фразаға сыйдыруға болады. Тұлға, личность, шынайылықты жаратады. Яғни, өз өмірін өзі құрады. Жағдайлар емес, сәттілік емес, басқа адамдар емес, тұлға. Және тұлға бұл паспорттағы есім емес. Бұл сенің қалай ойлайтыныңның, қалай сезінетініңнің және қалай әрекет ететініңнің жиынтығы. Осы үш нәрсенің ең болмаса біреу өзгере бастағанда, бәрі өзгереді. Мен сенің дәл қазір бір нәрсе жасағаныңды қалаймын, кейін емес, уақыт болғанда емес, дәл қазір. Дәл қазір жасалатын тәжірибе. Арқаңды тікте, екі алақаныңды тізеңе, сыртқы жағын төмен қаратып, ашық күйде қой. Бұл денеге сигнал. Мен қорғаныста емеспін, мен ашықпын. 4-ке дейін санап дем ал. Және 8-ге дейін санап дем шығар. Баяу. Тағы бір рет. Тағы да. Жүйке жүйесі тыныштала бастау үшін 3 цикл жеткілікті. Өзіңнен сұра. Және жауап ой ретінде емес, сезім ретінде келсін. Мен қандай адам болғым келеді? Не нәрсеге ие болу емес, қандай болу? Тыныш, жомарт, еркін, тірі. Бұл қасиетті ішіңнен ең болмаса 1 секундқа тап. Оны денеңде сезін. Төмендегі описаниеде жазылған тізімнен өз аффирмацияңды ақырын немесе іштей айт. Біреуін баяу. 3 рет. Сөздердің денеңе түсуіне мүмкіндік бер. Міне, бәрі осы. Сен жаңа ғана адамдардың көпшілігі ешқашан жасамайтын нәрсені жасадың. Сен өз күйіңді әдейі өзгерттің. Жағдайлар жақсарғандықтан емес, сен таңдағандықтан. Диспенза былай дейді. Бостандықтың ең ұлы көрінісі бұл қоршаған орта. Талап ететіннен басқаша ойлай алу қабілеті. Үйреншікті реакциялар ағысымен жүзбей, толқынды өзің жасау. Өзің өзгерту. Әлем сен көп тырысқандықтан, немесе көбірек қорыққандықтан, әлде тісіңді қаттырақ қысып шыдағандықтан өзгермейді. Ол сен іштей өзгергенде өзгереді, күй деңгейінде, сөз деңгейінде емес. Сенің бойыңа не ұялағанның деңгейінде. Үрей ме әлде тыныштық па? Қорқыныш па әлде сенім бе? Қысылу ма әлде ашықтық па? Және білесің бе не? Сен дәл қазір мына видеоны көріп отырып бастап кеттің. Сенің ішіңде бір нәрсе жылжыды. Әйтпесе сен соңына дейін көрмес едің. Сен жаңа өмір іздемейсің, сен болмыстың жаңа күйін іздейсің. Және оны тапқан бойда өмір саған өзі келеді.
Комментарийге өзің таңдаған аффирмацияңды жаз. Мен үшін емес, өзің үшін. Жазылған сөз бұл ниеттің актісі. Бұл қазірдің өзінде әрекет. Бұл сенің жаңа нұсқаңа жасалған қадам. Егер бұл видео сізге жақын болса, пайдалы болса, оны дәл қазір қажет етіп жүрген адаммен бөліс. Кейде керекті сәттегі бір видео бәрін өзгертеді. Тыныш бол, қалғанының бәрі келеді.